Сәлем баршаға. Бүгін біз күнделікті шаш күтіміндегі қарапайым біз мән бермейтін 10 қателік жайлы айтып өтеміз. Бірінші қателік ол шаш тарақты жумау. Шашымыз үшін ең қажетті құрал ол тарақ, және біз оны бір күнде бірнеше рет пайдаланамыз. Тараққа неше түрлі шаң жиналады, және ол тез кір болады. Сол кір тарақпен тараған сайын шашымыз тез майланады. Сондықтан тарақты жиі жуып тұру керек. Екінші қателік су шашты, яғни дымқыл шашты дұрыс кептірмеу. Су шашты қатты қысып жинау, шашықпен қатты уқалап сүрту және жуып бола салып шашты тарау, бұлардың барлығы шашты бүлдіреді. Ең дұрысы басты жуардан бұрын шашты жақсылап тарау керек. Сонда жуып болған соң шаш шатаспайды. Сүлгімен ақырындап сүрту керек, яғни уқалап кептіруге болмайды. Су шашты бірден фенмен кептіруге болмайды. Себебі шашты ыстық ауаға дайындау керек. Су шашты 5-6 минутқа сүлгіге орап қойып, сосын фенмен кептірсе шаш зақымдалмайды. Үшінші қателік шампунды дұрыс қолданбау. Көпшілік шампунды барлық шашқа жағып көпіртіп жуады. Шампунды шаштың түбіне, яғни шаштың тамырына жағып, саусақпен ақырындап сықалап жуамыз. Тырнақпен жууға болмайды. Шашты 2 рет шампундаған дұрыс. Себебі бірінші шампундағанда шаштағы кір, шаңдар кетеді. Екінші рет шампундағанда шаш жылтырап таза болады. Алдымен шампунды тек шаштың тамырына ғана жағыңыз. Себебі бірінші кезекте бас терісіне жақын орналасқан шаш майланады. Ол шаштың жаңа жас бөлігі, ал шаштың ескі бөлігі шаштың ұшы оған қарағанда аз майланады. Сол себептен шаштың түбін шампунмен мұқият жуып, ұштарын көбікпен жуу жеткілікті. Жуғанда жоғарыдан төменге қарай шашты сықалап жуу керек. Тырнақпен бас терісін тырнаудың қажеті жоқ. Күнде бас жусаңыз, онда бір рет шампундау жеткілікті. Себебі шампунды көп істету шашты құрғатып жібереді. Төртінші қателік кондиционер қолданбау. Әдетте кондиционер шашты жуудың екінші сатысы болып табылады. Ол шашты жұмсақ әрі басқаруды жеңілдетеді, сондай-ақ шаш ұштарын зақымдаудан қорғайды. Кондиционерлерде шашты жұмсақ, икемді ету үшін майлы спирттер, ылғалдандырғыштар және майлар бар. Шашқа арналған кондиционерді шаштың түбіне жақпаған дұрыс. Ол шашты одан әрі майландырады. Кондиционерді шаштың ортасынан бастап ұшына дейін жағып қойып, неғұрлым көп ұстаса, соғұрлым ол шашқа жағымды әсер етеді. Бесінші, шашқа арналған аксессуарларды дұрыс таңдамау. Шашқа синтетикалық резинкалар және металл қыстырғыштар зиян келтіреді. Синтетикалық резинкалармен шашты жинап әр босатқан кезде шаш сынғыш болады. Ең жақсы резинкалар велюрдан тігілген жай ғана резинка немесе пластмасса, пружинка резинкалар шашқа зиянын тигізбейді. Алтыншы, шашты дұрыс кептірмеу. Шашты кептіруде фенді әртүрлі бағытпен қолдануға болмайды. Кептіргенде бірден ыстық ауаға қоймай, алдымен жай температурамен, сосын жоғары температурамен шашқа фенді 10-15 см алыс ұстап кептіріңіз. Және шашты өсу бағытында тамырдан ұшына дейін кептірген жақсы. Бұл әрбір шашты тегістеп жылтыр етеді және тарағанда оңай таралады. Жетінші, термозащита, яғни қорғаныс құралдарын пайдаланбау. Күнделікті фен, шашқа арналған утюжоктарды пайдалану кезінде шаштар тым құрғақ боп ұштанып кетеді. Ал термоқорғаныс шаштарға ыстық ауадан қорғаныс пленкасын жасайды. Мысалы, 1 жыл көлемінде ешқандай қорғаныс спрейлерін пайдаланбайтын шаш тым құрғақ боп сынғыш болады және ұштанып кетеді. Ал қалыпты қорғаныс спрейлерін қолданып жүру шашты жұмсартады, жылтыр береді және оңай таралады. Сегізінші, маусымдық зияндар. Қыста шаш тез майланады, себебі бас киіммен жүргенде май бездерінен май тез бөлінеді. Басты күнде жуудан аулақ болыңыз. Шаштар температураның күрт өзгеруінен, көп ұстағаннан да электрленеді. Міндетті түрде кондиционермен жуыңыз. Қажетсіз ұстай бермеңіз. Синтетикалық бас киімнен бас тартыңыз. Шашты күнге кептірмеңіз және ылғалды шашпен көшеге шықпаңыз. Қарқынды ультракүлгін сәулесі дымқыл шашқа өте зиян. Щетка тарақтың орнына тістері сирек тарақты пайдаланыңыз. Сонда сынғыш құрғақ шаштар зақымдалмайды. Жазда шаштың ұшы ең көп зардап шегеді. Сондықтан аптасына 1 рет арнайы нәрлендіргіш құралды жағыңыз. Ондай құрал болмаса, қолға арналған кремді қолға жағып ысқалаңыз да қолыңызды шаштың ұшымен жүргізіңіз. Шаш жылтырай түседі.
9-шы сапасыз тарақ және дұрыс тарамау. Көпшілік табиғи материалдан жасалған тарақтарды пайдаланады. Оның сапасы өте жақсы, бірақ ағаш тарақтардың ұшы тез жарылады және сол тарақпен таралған шаш ұштанып кетеді. Ағаш тарақты пайдалану үшін тез-тез жаңасына ауыстырып тұру керек, немесе басқа тарақ қолдану керек. Сапалы пластикалық массаж тарақ та өте жақсы, бірақ өте көп уақыт бір тарақты пайдалану шашты электрлендіреді. Сол үшін жиі ауыстырып тұру керек. Шашты тарағанда алдымен төменнен бастап, яғни ұшын ақырын тарап, сосын жоғарыға көтерілу керек. Шаш күтіміндегі соңғы қателік ішкі органдарға көңіл бөлмеу. Күнделікті тамақты дұрыстау, организмге керек мөлшердегі суды ішіп тұру шашты қалыпты өсіреді. Жай ғана күнделікті ішетін суымыз азайып кетсе де, шаш құрғап кетеді. Сондықтан осы қарапайым заттарға көңіл бөлсек, шашымыз бізді мазаламайды, жылтыр әрі жұмсақ болып өседі. Осы қарапайым қателіктерге мән беретін болсақ, шашымыз құрғап, қайта-қайта ұштанып, бізді мазаламайтын болады.